ол тақырып подкаблучник деп аталады. Сыртта түзде арыстан болғанмен, бірақ үйіне келген кезде әйелінің алдында қоян болып қалатыны. Бұл қазіргі қоғамда ерекше бір өзекті мәселе деп түсінемін. Өйткені мен мына істі істесем әйеліме қатысты подкаблучник болып кетемін бе, немесе мені біреулер мазақтай ма ертең деген сияқты. Ер адамның қылықтары оның подкаблучник болып кеткендігін көрсетеді, соның дәлелі деп. Анау подкаблучник, мынау подкаблучник, кейде достардың ортасында сен подкаблучник болып кеткенсің бе деген сияқты осы сөздер жиі айтылады. Дәл осындай және осыған ұқсас істер бұл жігіттің керісінше мәрттілігін, оның адамгершілігін, оның былай айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда, джентльмендігін білдіреді деп түсінемін.